Y тең 2 косинус пи бөлу 2 қосу пи бөлу 6 қосу 4 функциясының мәндер жиынын ең кіші оң периодына тиісті аралықтармен сәйкестендіріңіз дейді. Енді бұл жерде бір қателік кеткен, өйткені мына жерде x болу керек ше. Бұл жерде x болу керек. Мысалы, біреу x мына жерде қайсы x болады екен? Бірақ қалай болғанда да y тең 2 косинус жалпы альфа дейікші қосу 4 болса, бұның мәндер жиынын табу үшін косинустың ең кіші мәні -1, ең үлкен мәні 1-ді қою керек. Сол кезде жаңа -1-ді қойғанда 2-ні -1-ге көбейтсек -2 қосам 4 тең болады 2. 2 бірім 2, 2-ге 4-ті қоссақ тең болады 6. Сонда міне 2 мен 6 тік жақша 2 мен 6-ның аралығы болады. Жаңа қателік мынаған әсер етпейді бәрібір ше. Мынау шығады. Ал енді ең кіші оң келіп жатқан аралық дегенде, енді бұл жерде қателіктің рөлі бар. Әдетте енді мен бүйтіп ойлап шығарып қойын, x бөлу 2, иә. X бөлу 2 қосу пи бөлу 6 болса, косинустың периоды 2π, x бөлу 2-ні 2π-ға теңестіремін. Қосу пи бөлу 6, 2, мына 4 әсер етпейді бұл жерде ше. Сонда x тең болады 4π болады. Енді варианттарында сан тұрса, демек пидің орнына 3,14-ті қоятын болса, бізде 12,56 болады. Сонда бізде мына жауап дұрыс болады. Яғни ол аралыққа кіреді, ана аралыққа кірмейді. Ең кіші оң периоды. Демек мына жерде x тұру керек. Сондай.